Сәлем баршаңызға. Бүгін біз бауырдан жасалатын котлет пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет, дәмді шығады. Кез келген қонақ күтуге жасап дастарханға қоя берсеңіз болады. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұрады. Мен ең алдымен картошка, пияз, сәбіз барлығын жуып тазалап, бөліп, оларды ет тартқыштан өткізуге дайындадым. Қазақша контентті қолдап менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Рахмет. Енді бауырды жуып, жақсылап, турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа ет тартқыштан өткіземіз. Барлығын өткізіп болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқа қосамыз, және де бір стакан сүт құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Дәмдеуіштерін өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Және де сіздер сарымсақ қоссаңыздар да болады. Ең соңында ұн қосамыз, және де шай қасықтың ұшымен ғана разрыхлитель қосамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін табамызға май құйып қыздырып аламыз да массамызды қасықпен құйып отырамыз. Орташа отта қуырамыз. Қуырылған бетін айналдырамыз. Енді осылай әдемі болып қызарып қуырылу керек. Біздің массамыз таусылғанша барлығын осылай қуырып аламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.